Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум ағайын. Менің жанымда тұрған Данил, Данилдің ұлты орыс, және Данил қазақша біледі. Жалпы сұрақ болуы мүмкін, Данилмен қалай таныстың деп. Біз әскери журналистердің жиынына келген кезде Данилмен таныстық осы жерде. Данил, қазақша білесің бе? Иә, мен қазақша білемін. Бытовой уровень білемін. Бытовой уровень. Яғни ағайын Данил барлығын түсінеді, көп жерде қазақша жауап бере алады. Мен әрдайым қақсап зарлап жүргенім осы. Құрметті өзге ұлт өкілдері, құрметті қазақ тілін білмейтін ағайындар, сіздерден өтініш, Қазақстанның мемлекет тілі қазақ тілі. Ең болмаса соны бытовой уровеньде оқыңыздаршы деп әрдайым айтып жүрмін. Соның нақты дәлелі не Данил. Данил, сен жалпы қазақшаны қайдан үйрендің? Мен армияда қазақша үйрендім. Еще хочу добавить то, что казахский язык, он в любом случае нужен. Никто вас не заставляет на 100% говорить на нем. Но хотя бы бытовой уровень нужно знать немного. Потому что казахам очень приятно, когда вы стараетесь хотя бы на казахском разговаривать. Так что, друзья, имейте это в виду. Қазақша по-любому 100% керек. Құрметті қазақ елі, шынымен де мен де енді қазақтың баласымын ғой, бізге негізі өзге ұлт өкілі келіп қазақша сөйлеп тұрса, біздің мемлекеттік тілімізде сөйлеп тұрса, біз шынымен де қуанамыз, жүрегімізге өте жақын алып, соны бір бауыр деп санап кетеміз ғой, енді сөздің ашығын айтқанда ше. Сол сияқты міне, құрметті достар, бір жаңа айтамыз ғой әрдайым, біз бір отбасымыз, бір мемлекетпіз деп. Осы отбасымызды, мемлекетімізді нығайту үшін ең бірінші қазақ тілін дамыту керек, құрметті ағайындар. Данил, тағы айтарың бар ма? Иә, бар. Қазақстанға келдім ба, қазақша сөйледі. Достар, сау болыңыздар. Красавчик.